Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Еліміздің мүддесі жолында аянбай қызмет етіп жүрген азаматтарымызбен сұхбаттасамыз. Отанға қызмет бұл тек міндет емес, үлкен жауапкершілік. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Батыр Қазбек Әлбекұлы, өздеріңізге танымал сауыт әнінің авторы, шекара академиясының түлегі, барлаушы және шекара қызметінің офицері Елдар Қанатұлы. Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, біздің бүгінгі тақырыбымыз отанды қорғау аясында өрбиді. Сондықтан сөз кезегі өздеріңізде. Қазбек мырза, өзіңіздің осы отанды қорғау жолындағы қызметіңізге қатысты, жалпы отанды қорғау деген ұғымға өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Саламатсыздар ма баршаңызға. Біз енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз. Мен қазір зейнеттегі офицермін. Осыдан 2 жыл бұрын зейнетке шықтым. Әскери жолымды айта кетсем, 2002 жылы әскери институтты бітіріп, одан кейін сол институтта 1,5 жыл жұмыс істеп, одан кейін қарсы барлау, сыртқы барлау қызметінде жалғастырдым. Бауыржан атамыз айтқан, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Біріншіден тәртіп, ұзақ мерзімді тәртіп бұл мінезді қалыптастырады. Ал Әлихан Бөкейхан атамыз айтқандай, елге қызмет ету бұл білімнен емес, бұл мінезден деп айтылған. Сол себептен бұл жерде тәртіптен кейінгі мінезді қалыптастыратын үлкен мектеп. Елдар Қанатұлы, сіздің пікіріңізді білсек, негізі әскери қызмет не үшін таңдадыңыз, өзіңіз өмірлік көзқарасыңыздың қалыптасуына қандай әсер болды, жалпы өзіңіз әскери қызметке қалай келдіңіз? Сәлеметсіздер ме? Шекара қызметі тәрбиелік, идеологиялық және кадрлық жұмыс департаменті басқарма бастығының орынбасары подполковник Қабатаев Елдар Қанатұлы. Мен өзім енді шекаралық аумақта туып өскеннен кейін менің жаңағы шекарашылардың қызметі өзім көз алдымда болды бала күннен. Бұрынғы кезде де қазіргі уақытта да бар, жас шекарашы ұйымы бар. Бұл жаңағы жастарды әскери патриоттық тәрбиелеуге бағытталған ұйымдар. Өзім соның құрамында болдым. Есімде қалғаны Қызыл деген Зайсан шекара жасағының Қызыл деген шекара заставасына бізді оқушыларды алып барды, мұғаліміміз. Сол жерге заставаға келіп, жаңағы заставаның тұрмысын көріп, әскери қызметшілерді көріп, сарбаздарды көріп, сол жердегі офицерлердің жаңағы осы барлық ұжымды басқарып жүргенін, жаңағы жаттығу өткізіп, сабақ өткізіп, бізге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сол жерде соны көріп, санамызда бір ой қалды. Әскери қызметке бару деген, жаңағы офицер болу, елге қызмет ету дегендей. Енді бір бастамасы сол. Сонда өзім ойлаймын, біздің ауылдың тұрғындарының бұл жаңағы санасында қалып қалған жаңағы отан қорғаушылық сезім бар. Сол бір түрткі болған шығар әскери саланы таңдауға. 2006 жылы оқу бітіріп, шекара академиясына, ол кезде әскери институт, оған оқуға түсіп, 4 жыл оқуды аяқтап, жаңағы намысқа тырысып, үздікпен аяқтадық. Кейін қызметімді Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысында шекара заставасы бастығының орынбасарынан жаңағы шекара комендатурасы комендантының орынбасары лауазымына дейін қызмет атқардым. Кейін Ұлттық қорғаныс университетінде магистратурада білім алдым. Ол білімді аяқтағаннан кейін осы шекара қызметіне келіп жаңағы кәсіби дамыту бөлімінде қызмет еттім. Қазір енді жинақтау басқармасында қызмет атқарып жатырмын. Енді қазіргі істеп жатқан ісім азаматтарды әскери қызметке шақырумен тікелей байланысты. Отан үшін отқа түс күймейсің дейді. Енді не үшін әр азамат әскери қызметті, ер азамат не үшін әскери қызметтен өту керек мысалы? Бұл жерде жаңағы Қабдеш Жұмаділовтің бір несінен өзімді айтқым келіп тұр, жаңағы есімін алып. Дарабоз кітабында айтылған. Ол жерде Қабанбай жаңағы жоңғарлар дейсін алады. Жоңғармен жаңағы соғысып жатқан кезде әр жоңғар дейді бала күнінен атқа мініп сабақ атумен жаңағы әскери іс-қимылмен шыныққан дейді.
бүкіл халқы жауынгер халық деп соған бір тамсанған ішінде бір несі бар, сипаты бар сондай. Сондықтан біздің де енді еліміз кең байтақ, әлемде 9-шы орын алатын жер көлемі бар. Сондықтан біздің әр азаматымыз жаңағы отансүйгіш қасиеті болу керек және сол жерді қорғай алатын дағдысы болу керек деп санаймын. Отанды сүю бала кезден ата-анасының тәрбиесімен баланың бойына берілу керек деп ойлаймын. Содан ары қарай біз жаңағы әскери қызметте оларға жаңағы арнайы машықтар мен дағдыларды береміз. Тәрбиеге қатысты қазіргі жастардың көбісі әскерден кішкене қорқып, бар ата-аналары қорқып жағдай болып жатыр ғой. Сондықтан қалай азаматтардың бойында бұл патриот сезімді қалыптастыру керек? Енді біз қазіргі жас буынға назар аударып, солардың неге қызығатынын, олардың өздерінің орталарын бәрін зерттеп келетін болсақ, сол ортадан әскери қызметке алып шығу мемлекет тарапынан бұл қиынға түсіп жатыр. Себебі өздеріңіз қазір мынау көріп отырсыздар, әлеуметтік желі бар. Одан басқа жастардың өмірге деген көзқарастары, жастардың мынау елге қызмет деген, енді бұл барлық жасқа айтылып жатқан жоқ, жаппай. Кейбір жастарға көзқарастары кішкене басқаша. Бұл жердегі менің сараптамам бойынша баланың әскерге баруға, мерзімдік әскерге баруға, немесе әскери бағытты таңдап сол әскери институттарға оқуға түсуге шешім қабылдаушы орта, немесе сол тұлғалар, олар сол балдардың ата-аналары. Олардың мемлекетке деген көзқарасқа және әскерге қызмет етуге қатысты көзқарасқа байланысты. Егер солардың көзқарастары дұрыс болса, балам ертең ер жетіп, намысты ер болып, елге қызмет етсін деген өздерінің бойларында сондай сана, ұғым болмаса, ол өзінің баласын әскерге жіберуден алып қалу әрекеттерін жасайды. Сол себептен қазіргі жастармен тек қана мынау мектеп бітіруші жастармен ғана, бұлмен ғана жұмыс істемеу қажет. Мемлекет тарапынан сол шешім қабылдайтын ата-аналармен жұмысты жүргізу қажет деп мен енді өзім ата-ана болғаннан кейін 4 баланың әкесімін, осындай ұғымға келіп отырмын. Мынау қазір енді мен айналысып жатқан Ашық Аспан қоғамдық қорының директорымын. Дрон бағытын біз елімізде дамытып жатырмыз. FPV дрон бағытын қазір жастарды мектептерден бастап осы инженерия бағытына, робототехника бағытына қызығушылық танытқызып, жарыстарды ұйымдастырып, былтырдан бері 21 жарыс ұйымдастырдық. Былтырдан 2 жылдан бері 21 жарыс ұйымдастырдық. Оның ішінде 5-еуі халықаралық дәрежеде, 2-еуі әскери құрылымдардың арасында өтті. Және де өзіміз 5 рет әлемдік чемпионаттарға қатысып, біздің Аспан командамыз жүлделі орындарға да ие болып отыр. Әлемдегі ең үздік 10 команданың ішіне еніп отырмыз. Сол себептен бұл жерде біз балдарды жұмсақ енгізу, жаңағыдай енді мягкий вход деп орысша айтқан кезде, жаңағыдай осы әскери салаға біз 120 мектептің ішінде дрон класстарын ашуға ықпал жасадық және соларды дрондармен қамтамасыз еттік. Одан бөлек 5 университетпен меморандум жасап, солармен қол қойып, солардың университеттердің іргесінде базасында дрон лабораторияларын ашып, соларға университеттерде студенттердің командаларын құрып, соларға өз көмегімізді беріп жатырмыз. Енді мен бұны не үшін айтып жатырмын? Себебі біз әскерге дайындықты тек қана сол мерзімі келгенде ғана бұл мәселені көтермеуіміз қажет. Бұл қазіргі мысалы қорғаныс министрлігіндегі жүріп жатқан өте үлкенді, ауқымды республикалық қозғалыс бар, жас сарбаз деген. Ол жерде 200 мыңнан астам оқушылар, жас сарбаздар өздерін әскерге, болашақта елге қызмет етемін деп, әскери форманы киіп, өздерін сайыстарын ұйымдастырып, сондай үлкен шаралар өткізіп, былтыр президенттің қатысуымен Ақтөбеде өткен абырой үлкен республикалық дәрежедегі сондай сайыс өтті. Бұл сайыстардың бәрі біздің мектептен бастап кішкентай осы біздің келешек әскерге баратын сарбаздарымыздың кішкентай кезінен бастап соны дұрыс тәрбие беріп, ертең әскер деген мәселе сұрақ туындағанда ол баруға дайын болу
қызығушылық танытып, соны қалыптастыру, жаңағы кешенді дейміз ғой, кешенді түрде бағдарламаны жүргізуіміз қажет. Енді сау әніне және де одан басқа жаңағы патриоттық әндерге байланысты менің жаңағы ұстанымым, бұл бізде Қазақстандағы мынау көп айтылады, идеология жоқ дейді, басқа дейді, бірақ бұл идеология деген нәрсе, бұл жасанды нәрсе емес. Қағазға жазып, міне осы біздің идеологиямыз осындай болады, осы идеологияны ұстанасыздар деген ондай бүйтіп жабыстыратын немесе бір санаға енгізетін нәрсе емес. Идеология деген нәрсе бұл махаббатпен, елге деген махаббатпен, то есть ата-анадан балаға, баладан елге туындайтын жаңағыдай ұрпақтың бір-біріне өтетін, қалай айтсам болады, жалғастыратын, ұрпақ жалғастыратын сондай бұл дүние. Ұлттық тәрбиеден келген туындаған нәтиже сол негізі елін сүю, елге қызмет ету идеологиясы осы жерден келіп шығады. Ел болып жаңағыдай азаматтарымыз өзінің жаңағы ұстанымдарын дұрыс өздерінің балдарына насихат жасаса, біз мемлекеттік қызмет болып сол азаматтарымызға жағдайын жасасақ және қамтамасыз етсек, сол негізі мемлекетшілдік осы жерден туындайтын үлкен идеология болып шығады деп ойлаймын. Мектептерде жас шекарашылар ұжымдары бар. Бізде шекара қызметіне оқушылар дайындайсыздар ғой, Әрине, енді шекара аумағы бойынша, мысалы, барлық Қазақстанның жаңағы шекара аумағында шекара заставалары орналасқан. Сол жердегі мектеп оқушыларымен жаңағы осы ұйымдар ашылып, жаңағы класстар ашылып, жастармен жұмыс жүргізіледі. Тәрбие, әскери патриоттық бағытта. Бұл біздің болашақ жаңағы отан қорғаушыларымыз. Болашақ офицерлердің резерві бұл жерде қоры дайындалады. Атап айтсам, 2025 жылы, өткен жылы 163 жаңағы түлек осы жас шекарашы ұйымының әскери оқу орындарға түсті. Жаңағы шекара академиясына, ұлттық Қазақстан қорғаныс министрлігінің әскери оқу орындарына, ұлттық ұлан әскери академиясына, осы біздің жаңағы жас шекарашы ұйымдарының түлектері оқуға түсті. Олардың ішінде мысалы қаншасы бұрын түскендері жаңағы оқуын аяқтап әскери жаңағы қызметте мансапта жүрген офицерлер қаншама көп мысалы. Жаңағы шекара қызметінің басшылық лауазымдарына да жеткен әскери қызметшілер бар. Қазіргі таңда әскери қызмет, жаңағы мерзімді әскери қызмет ол тек қана әскери міндет емес, қазір ол үлкен мүмкіндік. Мемлекет тарапынан бұл бағытта көптеген жаңағы нақты шешімдер қабылданып, мысалға алатын болсақ, қазір жас сарбаздарға оқуды бітірген, әскери қызметті аяқтағаннан кейін студент болуға мүмкіндік бар. Бұл жаңағы грант алады. Ол грант жаңағы ұлттық бірыңғай тестінің сертификатын алмастыратын ресми құжат. Жеңілдіктер, иә. Мысалы енді көптеген Қазақстанның жаңағы жоғары оқу орындарына былтыр 259 шекара қызметінің сарбазы, жаңағы қызмет еткен сарбазы грантқа оқуға түсті. Оның ішінде 4-еуі шекара академиясына түсті. Бұл мысалы ол жаңағы сертификатымен келеді, ешқандай емтихан тапсырмайды. Жаңағы конкурс аяқталғаннан кейін жаңағы приоритетный порядок дейді, оқуға түседі. Оқуға түседі. Сондай қазіргі таңда да мысалы қызмет етіп жатқан сарбаздардың ішінде көп әскери қызметші сол жаңағы сарбаз 2.0 бағдарламасы солай айтылады, сода қатысып жатыр. Бұл жерде қандай жаңағы бағалар есептеледі? Ол әскери тәртібі бірінші, жаңағы қызмет атқарып жүрген мерзімдегі, сосын жауынгерлік даярлығы ол бағаланады. Сондай-ақ жаңағы қызметтегі жетістіктері. Мысалы біздің енді мансап шекараны күзетумен байланысты болса, сол шекара қызметінде қандай әртүрлі шекара нарядтарын ашады, сол жердегі жетістіктері, жаңағы бұзушылықтар жасамауы, соның бәрі бағаланып, рейтинг құрылады сарбаздардың. Кейін сол рейтинг бойынша гранттар жаңағы ойнатылады.
әр сарбаз 3 оқу орнын таңдайды. 3 оқу орын, мысалы бірінші оқу орынға бір жаңағы әскери неге міндетті емес әскери оқу. Қазақстанда кез келген оқу орындарына маңнен таңдайды. Біріншісіне неге байқауға түсіп көреді. Мысалы, егер оны рейтинг уже жетпесе, ол келесі екінші оқу орынға түседі, одан үшінші оқу орынға түседі. Үш мүмкіндігі бар. Жаңағы рейтингі жақсы болса, ол міндетті түрде сол бір оқу орынның жаңағы грантын ұтып алады. қалайда грант егер болады дейсіз. Иә. Сонымен қатар әскери қызметке шақырылған сарбаздар мысалы бірден шекара заставаларына жіберілмейді. Олар бірінші оқу орталықтарында 3 ай, алғашқы 3 ай жаңағы әскери тәртіпке, әскери жаңағы техника, қару-жарақты меңгеруге үйренеді. Жаңағы сарбаздар бір-бірімен қарым-қатынасқа үйренеді, жаңағы командалық жұмысқа үйренеді, және нақты мамандықтарға үйренеді. Мысалы, әскери қызметте қажетті. Ол жерде жаңағы жүргізуші, аспаз, байланыс маманы, жаңағы электр құрылғыларының шебері, атбегі, мысалы, сондай мамандықтарға үйренеді де, онымен қоса сол мамандық бойынша сертификат алады. Бұл сертификат жаңағы оқуды әскери қызметті аяқтағаннан кейін азаматтық жұмысқа тұруға ресми құжат болып саналады. Жаңағы әскери қызмет сондай үлкен мүмкіндіктер қазір негізі азаматтарға беріп жатыр. Және де әскери қызметке келген сарбаздар қазір жаңағы несиеден босатылады қызмет мерзіміне. Мысалы, алдын несиесі болса, әскери қызмет өткеретін кезінде жаңағы 1 жыл мерзім бойы несиесі тоқтатылады, оған ешқандай жаңағы пеня ештеңе жүрмейді. Кейін қызмет аяқталғаннан кейін ары қарай мысалы жұмысына тұрып, сол несін жалғастырады. Сонымен қатар шекара қызметінің бір ерекшелігі, әр сарбаз өзінің тұрғылықты жері бойынша әскери қызметке шақырылады. Мысалы, иә, шекара Шығыс Қазақстанда болса, сол Шығыс Қазақстанның жаңағы қай жерде бізде шекара бөлімдері бар, бөлімшелері сол жерлерде қызмет етеді. Егер де мысалы шекара қызметінің бөлімшелері жоқ жерлер болса, олар соған жақын облыстарға, жаңағы көршілес облыстарға, жақын жерлерге қызметке жолданады. Жаңағы бұрынғыдай шығыстан батысқа, оңтүстіктен солтүстікке деген ондай жоқ. Қазір мүмкіндігінше жақын жерлерде өзінің бұл әскери қызметшілерге климатқа, жаңа қоғамға тезірек үйреніп кетуіне ықпал етеді. Сондықтан осындай жеңілдіктер қарастырылған. Бар жағынан қазір жағдай жасалып, бәрі қарастырылған сол жеңілдіктер. Иә, мүмкіндігінше. Мерзімді әскери қызметке шақыру осы көктемде қай уақытта басталады және ол талаптары қандай? 2026 жылдың көктем науқаны наурыз айында басталады. Шекара қызметіне мерзімді әскери қызметке 2000 азаматты шақыру жоспарланған. Бұл шекара қызметіне мерзімді әскери қызметке шақыру жаңағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары 18 және 27 жас аралығындағы азаматтар шақырылады. Денсаулық жағдайы бойынша жарамды, жаңағы әскери жаңағы моральдық қасиеттері бойынша жарамды, арнайы тексеруден өткен, психологиялық және полиграфологиялық зерттеулерден өткен азаматтар шақырылады және міндетті түрде толық орта білімі болу керек. Сонымен қатар жаңағы қызметті олар қайда атқарады? Шекара заставаларында, шекаралық корабльдерде біздің Маңғыстау облысында және инженерлік бөлімшелерде қызмет атқарады сарбаздар. Сарбаздар қызмет атқару барысында толық мемлекеттік қамтамасыз етуде болады. Жаңағы тамағы, киімі, жеке гигиенасы, медициналық қамтамасыз ету, тұратын жері барлығы мемлекет тарапынан толығымен қамтылатын болады. Көптеген мысалы ата-аналардың алаңдатушылығын тудыратын бұл мәселе ғой. Және де күнделікті қызметтері тәртіппен жаңағы реттелген. Мысалы қай уақытта қандай іспен айналысатыны жаңағы бос уақытта жаңағы ойына келген іспен айналысу деген мысалы ондай тәртіп бұзушылыққа жол бермеу мақсатында бұның барлығы жоспарланған. Сонымен қатар әскери қызметшілерге, мерзімді әскери қызметшілерге
орта арнайы білімі бар әскери қызметшілер мысалы 6 айдан кейін мысалы сол қызмет етіп жүрген жері ұнаса өзіне сол жерде келісімшарт бойынша әскери қызметке қалуға мүмкіндік қарастырылған қазір. 6 ай қызмет атқарады мерзімді әскери қызметші ретінде, кейін қалған уақытта мысалы бірінші келісімшарт жасап 3 жылға ары қарай келісімшарт бойынша қызмет атқарып кетуінде болады. Ол енді келісімшарт бойынша әскери қызметші болғаннан кейін ол жаңағы мерзімді әскери қызметші сарбаз сияқты казармада тұрмайды. Ол өзінің үйіне барып келіп, мысалы сол жерде күнделікті қызметін атқарады. Ол жаңағы толық жалақы, жаңағы тұрғын үй салып алуға арналған төлемдер, әр облыста өзінің жаңағы белгіленген нелері бар, көлемдері бар, ақшалай ай сайын әр отбасы мүшесіне төленеді. Медициналық қамтамасыз ету, киім-кешекпен қамтамасыз ету, тамақтандыру және барлық жаңағы қоғамдық пакеттер қарастырылған. Сондықтан айтайын дегенім, жаңағы әскери қызмет қазір тек қана міндет емес, бұл үлкен мүмкіншілік, жаңағы болашақ студент, болашақ маман иесі. Осындай мүмкіндіктер қарастырылған. Тек қана шекара академиясында емес, мысалы жаңағы оқуға түскендер туралы айтайын дегенім, тек қана шекара академиясында емес, ол Қазақстан Республикасының кез келген әскери оқу орындарында және шет мемлекеттерінде әскери оқу орындарында білім алуға мүмкіндік бар. Әскери жаңағы біз қазір Түрік Республикасында және Ресей Федерациясының көптеген әскери оқу орындарында кадрлар даярлап жатырмыз. Әр сарбаздың сол оқу орынға түсуге мүмкіндігі бар. Егер қазір көрермендердің арасынан мысалға шекара қызметке тұруға ниеттер бар адамдар, қай жерге хабарласу керек, сол айтып кетсеңіз. Шекара қызметіне келісімшарт бойынша мысалы әскери қызметке келуге бұл жерде мынандай талаптар бар. Міндетті түрде мерзімді әскери қызметі болу керек. Және білімі кемінде орта. Кез келген жаңағы шекаралық аймақтарда орналасқан шекара бөлімшелеріне хабарласу арқылы жаңағы жұмысқа қабылдауға өтініш беру мүмкін. Байланыс телефондары ол біздің байланыс телефондары біздің сайттарда көрсетілген. Әр облыстың жаңағы шекара департаменттерінде барлық жаңағы кадрлық бөлімдері қабылдау жұмыстарын жүргізеді. Көрермендер, егер шекара қызметке тұрамын деген ниеттеріңіз болса, барлық аумақтағы осы шекара қызметінің кадрлар бөліміне хабарлассаңыздар болады. Байланыс нөмірлері біздің әлеуметтік парақшаларымызда және ресми сайтымызда, шекара қызметінің ресми сайтында орналастырылған. Өте жақсы ақпараттар бердіңіз. Жалпы ел мүддесі деген бір сөзбен қалай түйіндер едіңіз? Әскери қызмет жастарға міндет қана емес, мүмкіндік деп жатсыздар, сол мүмкіндіктерді олар жіберіп алмау керек. Осы тұста қандай ойыңызбен бөлісер едіңіз? Бір сөзбен айтқан кезде, мысалы сіз өзіңіздің ата-анаңызға сөз келтірмеу, немесе ата-анаңыздың абыройына тиетін, немесе сіздің ата-анаңыздың мүлкіне тиетін сырттан келген бір қауіп төніп тұрса, сіз қалай қорғайсыз? Сол ата-анаңыздың мүлкін немесе ата-анаңыздың абыройын отбасыда тура сондай деңгейде, бірақ жаңағыдай ауқымды жаңағыдай ел деңгейінде сол ел мүддесін қорғау солай сезінсек болады. Себебі әр азамат біздің жаңағыдай өзіміздің көк паспортымызды алып шетелге шыққан кезде көк туымызды желбіретіп, жаңағыдай қазіргі Аллаға шүкір, міне еліміздің спортсмендеріміз жаңағыдай шахмат жағынан болса да, білім саласынан болса да, робототехника жағынан болса да, барлық салада көк туымызды желбіретіп жатыр. Тура осы кезде біздің еліміздің жастарымыздың патриоттық сезімдерін оятатын, ел мүддесі үшін жаңағыдай сондай үлкен сайыстарға, додаларға түсіп, ел намысын жаңағыдай қорғап, ел мүддесі үшін сондай жасап жатқан үлестері сол кезде айқын сезіледі. Соны көрген жастар ел мүддесінің қаншалықты сол жаңағы азаматқа артып отқан жауапкершілікті сезіну жаңағыдай уақыты. Сол жарыстың кезіндегі болатын арқаға жаңағыдай
жүктеп қойған біздің қазіргі мынау енді анау аралас жекпе-жек жаңағы ММА дейміз ғой, халық ішінде, жастардың ішінде өте қатты дамып жатыр. Сол мысалы сол спорт түрінің өзі де қазір тек қана бір спортқа ғана, бір спортсменге ғана байланысты емес. Ол біздің көк туымызға байланысты, ол біздің еліміздің мүддесіне байланысты, еліміздің абыройына байланысты. Сондай жастардың ішінде қалыптастыру іс-шаралары өзі андай етене жүріп келе жатыр, және өзі еліміздегі қазір ұлттық сана сезімнің оянуы, және біздің қазіргі мынау мектептегі оқып жатқан жастарымыздың қазақ тілінде сөйлеуі, және қазақша әндерді тыңдауы, біздің ұлттық аспаптарымызға деген сүйіспеншілігі, домбыраларды көріп жатсыздар. Және де мынау өзіміздің ұлттық спортқа деген назар аударуы, соның бәрі ішкі сұраныстан келіп туындайды. Сол ішкі сұраныс туындағанда ол еліне деген махаббаты, еліне деген жауапкершілігі, еліне деген өзінің жаңағыдай қосатын үлесі, соның бәрі жалпы ел мүддесіне қызмет ететін тұлғаны қалыптастырады деп ойлаймын. Сіздің пікіріңіз қандай? Елдің мүддесіне қызмет ету. Елдің мүддесіне қызмет ету деген енді әр азаматтың отанының дамуына деген қосқан үлесі деп санаймын. Бұл жаңағы біздің қасиетті бір борышымыз болу керек әр азаматтың. Ол тек қана әскери салада ғана емес, бұл барлық жаңағы ғылыми, жаңағы спорт, мәдени салалардағы үлестер. Жаңағы айтып отқандай әлем қарқынды дамуда үстінде, қазір өте қарқынды дамуда. Жаңағы сол заманның жаңағы қадамымен талабымен бірге жүру үшін жаңағы әр азаматтың отанның дамуына деген қосқан, жаңағы оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, халқының жаңағы қауіпсіздігін, олардың болашағына деген қосқан үлесі деп санаймын. Осындай бағыттағы әр саланың маманына жаңағы сеніп тапсырылған міндеттерді орындау, ел мүддесіне қызмет ету деген осындай ұғымда деп өз басым осылай түсінемін. Кішкентай кезімізден әкемнің бойда 2 метр, сосын жаңағы суреттерін көріп, олар әскери қызметтегі жаңағы суреттер өте көп, әскери кемелердің үстіндегі, соның бәрін көріп қызығып өстік. Негізі барша енді біздің ағайын туыс бауырлардың да барлығы әскери қызметте қызмет етіп өтті, бәрі абыроймен. Одан бөлек менің енді жеке жанұяма айтатын болсам, мен туған інім Мейірбек, ол капитан полиция болып қызмет атқарды. Енді дүниеден өтті марқұм. Одан кейінгі полковник полиция болып зейнетке шықты. Одан бөлек тағы айта кетсек, менің өзімнің жаңағы жарым, балдарымның анасы, ол майор болып зейнетке шықты. Ұлттық қауіпсіздік қызметінде майор. Сол себептен бүкіл жанұямызбен сол елге қызмет ету үстіндеміз. Аллаға шүкір, қазірде жалғастырып жатырмыз. Сол дрон бағытын зейнетке шықсақ та бауырларымызбен барлық жаңағыдай күшті құрылымдағы офицерлермен қамтамасыз етіп, осы бағытты дамытуға үлес қосудамыз. Әскери династия болып тұр ғой. Жақсы. Жалғасады деп ойлаймыз, Алла бұйыртса. Балдарды тәрбиелеп, сол бағытта тәрбиелеп жатырмыз. Сіздерді тыңдап көріп өскен балалардың бәрі әрине әскери қызметші болғысы келеді. Өйткені әскери қызмет тек жаңағы армиямен шектеліп қалмайды, ол жерде негізі қаланады, отансүйгіштікке деген бауыр бар. Одан кейін ары қарай әскери қызметке сіз айтқандай келгеннен кейін мүмкіншіліктер өте көп, мүмкіндіктер ашылады. Мен бір жыл әскери қызмет, былай қарап тұрсаңыз, бір жыл деген кейбір ата-аналар ойлайды, жаңағы жоғалған уақыт деп, текке жоғалған деп олай емес. Бір жылдың ішінде мысалы балалар мінезін түзеп келеді, командалық жұмыстарға үйреніп келеді, жаңа қиыншылықтарға төзімшілігі дамиды, мысалы жеке шешім қабылдап үйренеді. Мысалы әрқандай мысалы қызметтік жағдайлар болады ғой,
шекарада мысалы шекара бұзушыны ұстаған кезде мысалы әр жаңағы шекара нарядының басшысы ол шешім қабылдау керек қандай жаңағы іс-қимыл жасап жаңағы оны құрықтауға қатысты. Сонда мысалы сол жердегі нарядтың құрамындағы әр сарбаз өзі үшін сонда бір үлкен бір шешім қабылдайды сол жерде мысалы қандай іс-қимыл жасап жаңағы бұзушыны мысалы қолға түсіруге қатысты. Сондықтан бұл жаңағы оның азамат тұлға ретінде дамуына өте үлкен үлесін қосады деп санаймын. Және де әскери қызметтен келген адам жаңағы өмірге деген көзқарасы кішкене ашылып, жаңағы ата-анасының құрсағынан кішкене ұясынан бөлек ұшып шығып қанаты қатайып келеді мысалы. Бұл енді болашақ өмірге деген үлкен қадамы. Әскери қызметте қашпадыңыздар. Қазіргі жастардың енді егер әскери қызметтен өтетін болса, ол біріншіден тәртіпке, екіншіден жаңағыдай уақыттың нақты жүйелі түрде тиімді пайдалануына, одан бөлек жаңағыдай өзінің қызметінде болашақ бизнес болсын, болашақ мемлекеттік қызмет болсын, жанұясында да жүйелікті қамтамасыз етуге үлкен көмектесетін бұл мектеп. Көбісі енді әскери қызметті көзқарастарында кішкене басқаша қалыптастырады, жаңағыдай барып жаңағыдай дала сыпырады немесе тағы басқа деп көбісі ойлайды. Ол қазіргі әскери қызмет олай емес. Былтыр мысалы әскери полигонда болып, сол жердегі жаңағыдай мерзімдік қызметке келген сарбаздардың асханадағы тамақтарын көріп, сосын барып олардың жатақханада жаңа өздерінің жатын бөлмелеріндегі жағдайды ахуалды көріп, сосын жуынатын бөлмелеріндегі қазір заманауи жаңағыдай душ қабылдайтын жаңа жуынатын бөлмелерін көріп, негізі шыны керек өзімде таңғалдым, себебі біздің кезімізде ондай болған жоқ. Салыстырып көрдік. Енді шыны керек ана жерде тіс пастасынан тіс тазалайтын пастаға шейін берген ғой. Одан бөлек мысалы ұлттық ұланда да ол жерде де мысалы былтыр 25-ші жылы 1300 адам оқуға түсуге грантқа мүмкіндік алыпты. Осы жақында сол туралы ақпаратты естідім. Одан бөлек қорғаныс министрлігінде қазір Сарбаз плюс деген жаңа жоба іске қосылды. Қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев мырзаның бастамасымен заманауи әскери қызметті енгізу туралы. Ол жерде жаңағыдай джиу-джитсу бар, ол жерде жаңағыдай фитнес, жаңағы инвиктустың жаңағы несі бар, тренажерлық залдары бар. Одан бөлек біз өзіміздің ашық аспан қорының тарапынан дрон класын ашып, сол жерде қамтамасыз етіп, бірінші лекті сарбаздарды, түлектерді үйретіп шықтық. Сол себептен қазіргі мемлекет тарапынан да әскери қызметтің жалпы материал-техникалық қамтамасыз ету жағдайы өте жоғары деңгейде деп айтсам болады. Енді заманауи қару-жарақтармен қолдану, заманауи технологияларды үйрену, соларды игеру, сол жағына қарай қазір жақсы бетбұрыс болып жатыр. Сол себептен әскери қызметте өткен біздің сарбаздарымыз ертең бизнесте де, өзінің өмірінде де жүйелікті, жаңағыдай тәртіпті қамтамасыз ету және өзінің ағзасын, енді ер жігіт болғаннан кейін ағзаның қалыптастыруына әскери қызмет өте үлкен себеп болады деп ойлаймын. Қазбек мырза, ұмытып бара жатырмын. Сіздің мына нетворкинг деген өзіңіздің бір қазір көпшілікке таратып жүрген бір неңіз бар ғой, ұстаным бар. Енді нетворкинг деген сөз ағылшын сөзі, ол енді адамдармен қарым-қатынасты орнату деген сөз. Енді нет деген сеть, working деген жаңа сетьмен адамдармен сөйлесу деген. Бірақ енді ішіне бір әріпті қостық біз, ай деген ол сөмен нетворкинг болып кетті, сол сөздің авторымын. Бұл жердегі айтайын дегенім басты ниет, біз батыс жаңағыдай бизнесмендерінің, батыс үлкен тұлғаларының нетворкинг туралы айтқан сөздері, кітаптарын
оқи келе, менде енді үйде бір 20-ға жуық кітап бар, кішкентай кітаптардан бастап үлкен Дейл Карнегиден бастап қазіргі мынау соңғы кітаптар Гил Петерсон үшін. Сол жердегі басты олардың сол кітаптардың ішіндегі ұғымның адамдармен қарым-қатынасты орнатудың ең басты мақсаты олардың батыстікі біреуден пайда алу. Ал менің жаңағыдай енгізіп отқан қазіргі көзқарасым бұл нетворкинг. Бұл жерде адамдармен қарым-қатынасты орнату ең басты ниетті түзету арқылы. Сол мынау елге қызмет ету, бұл да ниетке байланысты. Егер біз мынау әскери қызметтегі адамдар әскери қызметке келген кезде мен елім үшін қызмет етемін деп ниетін дұрыстап алса, айлық үшін емес, әскери қызметтің қызмет берілетін киім үшін емес, жаңағыдай берілетін пәтер үшін емес, одан басқа да тағы да бір берілетін жаңағыдай жеңілдіктер үшін емес, елім үшін қызмет етемін деп ниетін түзілсе, ол Алладан сауап болып келетін, өзіне және өзінің ұрпағына келетін үлкен енді бонус деп айтсам болады, сауап. Сол себептен әскери қызметке немесе мемлекеттік қызметке келген кезде адам өз ниетін түзетіп, жаңағыдай еліме көмек етем, осыны өзгертуге деген әрқайсысы өзінің тарапынан жауапкершілікпен қамтамасыз ететін болса, ниеттің мағынасы ол ертең сауапқа айналады үлкен. Сол себептен ниет түзелмей, ер түзелмейді дейді. Сол себептен жаңағыдай ниетке қатысты енді көп ғұламалардың айтқан сөздері бар. Соның жалпы айтайын дегенім, әскери қызметке келген алдында ниеті дұрыс болу керек. Егер әскери қызметке келіп, мен сол жерден форма киіп ертең өзімнің жағдайым жасаймын, немесе тағы да сол жерден бір пайда аламын, басқа жаман ниетпен пиғылмен келетін болса, ол офицерлер алысқа бармайды. Мүмкін ол оқуды да бітіріп шықпайды. Ол бірінші, екінші жылы іріктеліп қалады негізі. Ал енді жаңағыдай 25 жыл қызмет етіп, адал қызмет етіп, жүруге көмектесетін ең бірінші қағида ол ниет. Басты айтайын дегенім, бізбен егер бір жағдай болса да, енді апаттар болса да, басқа жағдай қиын, себебі біз антитеррор бағытында жұмыс істедік, өте қиын бағыт. Осы бағытта егер бізбен бір жағдай болса, біз ниетімізге байланысты еліміз үшін қызмет етіп, ел үшін құрбан болып деген, сондай өзімізде ұғыммен солай жұмыс еттік. Жұмысқа шыққан. Әр нәрсеге дайын бол. Әр нәрсеге дайын бол. Бұл жердегі айтайын дегенім бұл ниетке байланысты. Енді мына 25 жыл 6 ай 26 жылға жуық жұмыс істеп өттім. Мен жаңағы қызметтік парақшамда бірде-бір жаңағыдай замечание дейді ғой, ескертулер дейді ғой. Бірде-бір ескерту жоқ екен сол. Аллаға шүкір, сол бұның бәрі дұрыс айтасыз жаңа Майгүл ханым, ниетке байланысты. Елімізге деген ниет, жерімізге деген қызмет ету ниеті, бұл соңғы демге шейін бәріміз ант бердік. Сол антымызға берік болу керекпіз. Әскери қызметтегі өткен адам, оның сана сезімі, оның жаңағыдай өмірге деген көзқарасы, ұстанымы өзгеше болады. Біз енді қауіпті көрсек, мысалы, немесе елге күн туған жағдайда, одан басқа мына жастарға тәрбие бар. Біз бұл критикалық ойлану жағынан біз енді қызметтен кеткеннен кейін тоқтатып қоя алмаймыз оны. Бізбен бірге қалатын нәрсе. Әрине. Сол себептен жаңағыдай бұның бәрі ниетке байланысты, ниеттен кейін бұл жаңағыдай елімізге деген қызметтің жалғасуы осы бәрі ниеттің аясында. Өте қызық сұрақ. Зейнетке шыққаннан кейін де қызмет әрі қарай жалғаса береді дейсіз ғой. Еліміз осы, жеріміз осы. Ертең біздің балдарымыздың болашағын ойлайтын болсақ, егер ертең солардың жарқын болашағы, ертең солардың жаңағыдай бейбіт өмірі, ертең солардың дамуы, ертең солардың жаңағыдай мемлекет болып арқалай сол буын алып кетуі, бәрі осы қазіргі біздің орта буынның мойнында. Сол себептен біз жаңағыдай зейнетке шықтық деп демалысқа шығып кетсек, жаңағыдай психологиялық, ментальдық тұрғыда онда дұрыс болмайды. Әрқайсымыз шамамыз келгенше қызмет етуге және де үлес қосуға дайынбыз, және де соны өзіміз жаңағыдай күнделікті өмірімізде іске асырып келе жатырмыз. Әскери қызметте енді әртүрлі
штаттан тыс жағдайлар болып жатады ғой, мысалы қоғамдық резонансқа ұшырап жатады. Мысалы енді әр азамат әскери қызметте қызмет атқарып жүрген, ол қоғамның бір мүшесі. Мысалы ол жаңағы оқушы болып, бала болып, жаңағы оқу орнын бітіріп сол әскери қызметке келді. Мысалы әскери қызмет атқарып жүрді де, ол қоғамның бір мүшесі. Ары қарай қызметін аяқтағаннан кейін де сол қоғамға айналып келеді. Мысалы ол жаңағы бөлек мемлекет емес, бөлек жаңағы не емес, бәрі бір неде. Иә, жаңағы сол жерде мысалы құқық бұзушылық жасап жүрген мысалы азаматтарды айтқан ғой, ол жаңағы басқа салаға барды да сол затты орындауы мүмкін еді. Мысалға ол өзінің ниетіне байланысты, жаңағы өте дұрыс айтылды, соған жаңағы қосымша айтқан дегенім. Жаңағы сырттан келген жағдай емес, өзіміздің қоғамның ішіндегі қоғамда қалыптасқан жаңағы құбылыстар бұның барлығы. Сондықтан жаңағы кейде өте андай қатты сынға алып жүреді ғой, мысалы әскери қызметте. Сол жерде ең басты түсінік сол бәріміз бір қоғам екенімізді түсіне білуіміз керек. Негізі ең бастысы сол қоғамның ішіндегі болып жатқан құбылыстар жаңағы бүкіл халық, Қазақстанның халқына жаңағы ортақ мәселе бұның барлығы. Иә, әскери қызметтің барлық жақсы жақтарын сіздер ашып көрсеттіңіздер. Қазір әрбір азаматтың парызы отанға қызмет ету. Жаңа дұрыс айттыңыз, ертең ел қорғандары осы біздің жастар ғой, сондықтан ешкім әскерден қашпау керек. Бұл әскер үлкен өмір мектебі, тұлғалық қалыптастыратын, физикалық жағынан болсын, рухани жағынан болсын, бар жағынан азаматты қалыптастыратын ол мықты орта. Сондықтан құрметті көрермендер, жастар, әскерден қашпаңыздар. Өйткені біздің отанымыздың ертеңгі бейбіт өмірі барлық азаматтардың қолында ғой, әрбір азаматтың қолында. Сондықтан құрметті көрермендер, еліміз үшін қызметіміз жасай берейік. Бүгінгі сұхбаттарыңызға көп рахмет, келгендеріңізге рахмет. Жалпы осы мәселеге қатысты сұрақтарыңыз болса, бұл сұхбаттың соңында комментарийлеріңізді қалдыруларыңызға болады, біз міндетті түрде жауап береміз. Біздің әлеуметтік желілердің бәрі осы қазір сілтеме арқылы көрсетеміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.